Сәлем досым. YouTube'дан қанша ақша табуға болатынын білесің бе? Тіпті Қазақстанда қанша ақша табуға болады, және де Қазақстанда сен жарнама жасағаның үшін қанша ақша алуға болатынын білесің бе? Ендеше осы видеодан барлығын білетін боласың. Видеоны толығымен қарап, көзің жеткізесің. Лайк басып қой. Бұл видео арқылы сіздер жалпы Қазақстанда YouTube канал ашу керек пе? Оны ашып қанша ақша таба аламыз? Осы сұраққа нақты жауап алатын боламыз. Ендеше YouTube арқылы ақша табудың үш негізгі жолы бар. Оның біріншісі, сіз өзіңіздің каналыңызды жүргізіп, танымалдылыққа ие болып, 100 мың, 500 мың подписчик жинап, сол арқылы сіз монетизация арқылы ақша таба аласыз. Бұл бірінші жолы. Ал екінші жолы сіз басқа компаниялардың жарнамасын жасау арқылы. Ал үшінші жолы мен сияқты YouTube'ты меңгеріп алып, басқа каналдарды жүргізу. Яғни сізге бірінші, екінші жолын айтайын. Бірінші жолында сіз просмотр арқылы ақша табасыз. Яғни просмотрға маған ақша түсті, одан қанша түседі? Маған көп сұрақтар қойылып жатады. Яғни менде 100 подписчик бар, маған айтқан 20 мың теңге беру керек деген сияқты сұрақтар болды. Бұл өтірік. Яғни сіз видео арқылы ақша табу үшін, YouTube'дан ақша табу үшін сізде монетизация қосылып тұру керек. Яғни ол не? Ол қалай қосылады? Монетизацияны қосу үшін сіздің каналыңызда кем дегенде 1000 подписчик және де 4000 сағат қаралым уақыты болу керек. Яғни бұл соңғы 12 айдың ішінде. Яғни менде 2000 подписчик бар, менде 4500 сағат просмотр бар десек, онда сізге монетизация қосуға рұқсат береді. Және де сол монетизацияны қосқаннан кейін алдағы видеоларда оған дейін жеткенге дейінгі видеолар саналмайды. Одан қосылғаннан кейінгі видеоларда жарнама шықса, яғни сіздің видеоңыз жүріп жатыр, мысалға айтайық, Айдана деген қыз сіздің видеоңызды қарап отыр. Яғни сіздің видеоңызды қарап отыр, және де бір видеоның ортасында реклама шығып кетеді. Бір тауардың немесе Coca-Cola'ның рекламасы шығып кетті делік. Содан 5 секундты күтеді. 5 секундты күтіп, пропустить дегенді басады. Өзімізді сөйтеміз ғой, 5 секунд пропуститті басқаннан кейін ол видеоны жалғастыра береді. Қарапайым мысал. Яғни бұл осындай шыққан жарнама үшін сізге ақша түседі. Бірақ та ол 5 секундтан кейін пропустить дегенді басатын болса, онда сізге ақша түспейді. Бұл шыққан жарнама 30 секунд қаралса, пропустить дегенді баспай, 30 секунд қаралса, онда сізге ақша түседі. Көрдіңіз ғой, монетизация деген осылай жүреді. Яғни сіздің каналыңыздағы видеоларда көп реклама шығатын болса, онда сізге көп ақша түседі деген сөз. Ол қанша ақша? Ол қаншалықты көп деген сұрақ пайда болады. Яғни сіз Қазақстандағы нарықпен айтайын сізге, сізде миллион просмотр болса, сізде миллион просмотр болсын делік, сізге миллион теңге түспейді. Сізге 500 мың теңге түспейді. Неге? Не үшін? Деген сұрақ пайда болады. Сонда қанша түседі? Сіздің каналыңызда егер миллион просмотр болатын болса, $200 түседі примерно. Өйткені неге? Өйткені сіздің бүткіл миллион просмотрдағы видеоларда барлығына жарнама шыққан жоқ. Жарнама тек қана бір аз ғана пайыз бөлігінде шықты. Мысалға бір 30%-ында шықты, 20%-ында шықты делік. Соның қаралым санына қарай жаңағы пропустить дегенді баспай 30 секунд толық қарап, сіздің видеоңыздың ішіндегі жарнаманы қараса, онда сізге ақша түсті деген сөз. Сонда сіз ойлаңыз, миллион просмотрдан тек қана бір 70 мың мен 100 мыңның арасында таптыңыз. Осындай Қазақстанда нарық. Бұл монетизацияның жолы. Сізге ескерте кететін жайт, бұл қазіргі уақыттағы монетизацияның ақысы. Яғни бүгін 21 ақпан 2019 жыл. Ескерте кетейін. Ал екінші жолы бұл тікелей жарнама. Яғни ол қалай? Ол кәдімгідей өзіміз Инстаграмда көріп жүрген файнерлердің, блогерлардың жарнамасының типі. Яғни сіз
өзіңіз жақсы контент жасап жатырсыз. Сол арқылы өзіңіздің жақсы көрермендеріңіз бар. Соларға сіз бір мысалға Acer компаниясының ноутбугын таныстырдыңыз делік. Мысалға, сосын сіз ақша аласыз сол үшін. Яғни бұл жерде сіз ол Acer компаниясынан қанша ақша аласыз деген сұрақ пайда болады. Мен қанша ақша қоя аламын? 10 мың қойсам аз емес пе, 100 мың қойсам көп емес пе деген сұрақ пайда болады, иә? Бұл жерде сіз өзіңіздің каналыңыздағы статистиканы көрсетесіз. Яғни сіздің соңғы шыққан 10 видеоның просмотрын қосасыз, одан кейін 10-ға бөлесіз, сол арқылы сіз орташа қаралым санын шығарасыз. Сізде орташа 35 мың просмотр болсын делік. Мысалға, 35 мың просмотр болсын, және де сол 35 мыңды сіз аласыз да 0,1 долларға көбейтесіз. Яғни, ол 3,8 теңге дейік. 3,7 теңге сондай болады қазіргі Қазақстан нарығында доллардың мөлшері. Сол арқылы сіз сондай сумманы қоя аласыз. Мысалға, сізде жаңағыдай 30 мың орташа қаралым саны бар. Сосын 30 мыңды сіз аласыз да 3,7 теңгеге көбейттіңіз. Яғни бағасы қанша шықты? 3,7-ге 7-ні 30 мыңға көбейткенде. Яғни 111 мың теңге қоя аласыз. Ол қалай? Не үшін 3,7, не үшін 0,1 доллар деген сұрақ пайда болады. Яғни бұл Қазақстанның нарығы сондай. Мысалға, жаңағы Acer компаниясы өзінің жарнамасын сізге бермей-ақ ақылы түрде YouTube-дағы шығып кететін жарнама сияқты жарнамаларды жіберетін болса, ол тап сол ақыны төлеуші еді. Яғни бұл жерде ол да сол ақшаны жоятын еді жарнамаға. Ал сізге беру арқылы бұл компания анағұрлым ақшасын тиімді жояды. Мысалға, ең біріншіден сіз блогер ретінде ол компанияның ноутбуктерін жарнамалап жатырсыз. Яғни сіз өзіңіздің көрермендеріңізге сенімді түрде ол ноутбукты сатып алыңыз деп айтып жатырсыз. Сіздің көрермендеріңіз, сіздің тұрақты көрермендеріңіз сол тауарды сатып алатын болады. Бұл бірінші негізгі фактор. Ал екінші негізгі фактор, ол онсыз да сол қаралымға, сіздің 30 мың просмотрға жаңағыдай ақша жоюшы еді. Ендігі бұл жерде бір мәселе бар. Яғни, жоқ, менде 30 мың емес, бұл видео арқылы менде мысалға 200 мың просмотр жиналып кетуі мүмкін деген бір таңғажайып бір құбылыс болуы мүмкін деген сияқты. Мысалға айтайық, сол кезде сіз айтасыз компанияға: менің орташа қаралым саны 30 мың просмотр, яғни жарнамаға сіз 111 мың теңге онсыз да жояр едіңіз, сіз одан да 111 мың теңгені маған беріңіз, менің статистикам осындай, мен сізге 30 мың просмотрды міндетті түрде жинап беремін. Ал 30 мыңнан асқан жағдайда ол сізге сыйлық ретінде барады. Бұл жерде өте қарапайым схема. Осы схема бойынша жасайтын болсаңыздар, жаңағыдай өзіңіздің нақты айлық қаражатыңызды, жылдық қаражатыңызды шығарасыз. Негізгі блогерлар осылай жұмыс істеу керек нарық бойынша. Алайда сіздің жеке контентіңіз болғасын, сіздің жеке каналыңыз болғасын, сіз өзіңіздің бағаңызды да қоя аласыз. Оның барлығы негізінде өзіңізге байланысты. Ендеше канал ашу мен канал арқылы ақша табудың негізгі жолын түсіндік деп ойлаймыз. Егер берген ақпаратым сіздерге пайдалы болды, маған ұнады десеңіздер, онда лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, қоңыраушаны басыңыздар. Мен айтпасам да білесіздер оны. Яғни бұл менің видеомды басқаларға көрсету үшін көмектеседі. Яғни басқаларға көру үшін, көмектесу үшін себепші болыңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Пока.